Креветканың піскенін қалай білеміз? Қызғылт түске еніп, сәл иілсе, креветка дайын. Сәлем достар, бүгін дәмді әрі тез дайындалатын қуырылған креветкалар жасаймыз. Алдымен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Қыздырылған табаға сары май салып қыздырамыз. Артынша ұсақтап туралған сарымсақты қуырамыз. Енді тазартылған креветкаларды салып 2-3 минут араластырып отырып қуырамыз. Үстінен қойытылған кілегей құямыз, дәміне қарай тоз бұрыш қосамыз. Соңында жасыл шөппен безендіреміз және лимон шырынын қосамыз. Креветкалардың түсі толық қызғылт сары болып, еті тығыздалып, с әрпі сияқты сәл иілсе, дайын болғаны. Ең бастысы артық пісірмеңіз, әйтпесе қатайып резеңке сияқты болып қалады. Ас болсын. Сіздермен болған Ақгүл.